Қалай жағдай досым? Бала шаға аман есен ба? Көрінбей кеттің ғой досым? Құдайға шүкір жақсы. Біздікі сол егіншілік қой. Өзіне жаңалық. Алуа келуді қойдың. Біздікі сол бизнес қой. Азына тұрасың бизнес, кешке дейін бизнес. В общем, күнде бизнес қой бізде. Жақсы екен. Бірақ бизнес деп, көзің бизнестен басқаны көрмей қалмасын, а? Досым, кеттік. Мен сені семьямен таныстырайын, үйімді көрсетейін. Не қыласың? Досым, осы біздің. Жақсы екен. Берекесін берсін. Айтпақшы, үлкен балаң қайықта? Көрінбейді ғой. Далада жүрген шығар, қазір кіреді ғой. Класстарынан кімді көріп тұрсың қазір? Уақыт жоқ қой бізде. Азында кетесің, кешке келесің, жұмыс қой. Класстастар көріп уақыт жоқ бізде. Не істеватсың, доста? Не істедің? Тастамасай? Неге? Сен жаңа баншаны тастадың ғой. Ол дала, бұл үй. Келіншегім өліп тұрып жинады ғой, доста. Таланы кім жинайды сонда? Сен азында өліп ұйықтап жатқанда, оны сенің әке-шегіңнен де үлкен кісілер жинайды. Білесің ба? Ең болмаса солардың жасын сыйласай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тазалық иманнан деген. Өз үйіңді қалай ұстасаң, қаламызды да тура солай ұста.